Канина канина десем басыма сразу бишырма келеді ғой. Ол да бір түрлі, иә. Кейбір айтады, ет айту керек, ет асу, бешбармақ, дау да бар. Сенде бір не болды, иә? Не еді? Пост по видео. Пост болды, иә. Ол да бір кең тараған лингвистикалық даулардың бірі, кәдімгідей таластардың бірі, дебаттардың бірі интернетте әсіресе жиі тарайтын. Өте қызық. Фейкі өте көп, немесе дәлелденбеген ақпарат. Біз соның барлығын жаздық, яғни бешбармақ деген атауды енді мен бала кезімде ең бірінші естіген миф, ол оны орыс этнографтары қазақ жеріне келіп, қазақтың бешбармақты 5 саусағымен жегенін көріп, соны кекетіп, мұқатып, келеке қылып, бешбармақ деген атауды бізге үйретіп сіңіріп кеткен екен. Олай айтпау керек екен. Ет асу, ет деп айту керек екен. Мясо по-казахски деп айту керек екен. Сондай естігем. Шамамен. Мясо по-казахски басқа бір тағам негізі. Білесің бе? Ол именно Кеңес одағының бір пищепромның детищасы деп айтуға болады. Мясо по-казахски столовское блюдо. Ол сорпа сияқты, бірақ жаймасы бар и еті бар. Жылт па? Нарын сияқты, бірақ ол мясо по-казахски кәдімгідей столовкаларда, асханаларда. Мәссаған, қызық. Жалпы ол жерде енді ол таза, оның ешқандай дәлелі жоқ. Өкінішімізге қарай ма, бағымызға орай ма, жаңағы бешбармақты орыс этнографтары сіңіріп кетті деген. Және оны мен білмеймін енді қандай қиял болу керегін шамамен. Өйткені оны орыс этнографтары сұрақ көп. Неге оны орыс этнографтары үйтіп түркі тілінде ойлап табады ол атауды? Неге пятипалые блюда деп орысша атауды сіңіріп кетпейді бізге? Неге сондай бірдемен ойлап, неге олар жалпы оны кекетіп мұқатады? Өйткені Еуропа әдебіне сай сен кейбір тағамдарды онсыз да қолыңмен жеуге тиіссің, онсыз да. Пиццада бешбармақ, иә? Тауықтың сирағын, пиццаны сен басқалай жесең, сен керісінше несің, иә? Әдепсіз, мәдениетсізсің. Сондықтан менің ойымша оларға ол ерекше бір. Екіншіден, қасық мысалы қазақтарда болмады емес, болды, қасықтың өзі түркі түбірлі сөз. Яғни ол жерде бір мазақтайтындай, менің ойымша нақты ол тұста бір ерекшелік болған жоқ сияқты. Қазақта бір қасық болмайтындай, олар қалай жеу керегін білмейтіндей. Менде күмәнім басым бұл тұста. Яғни бешбармақ деген сөзге қатысты менің өзімнің түйгенім, осы күнге шейін зерттеп оны, ол шынымен татар башқұрттан келген кірме сөз деп ойлаймын. Олар да сондай пішінде. Бірақ жаңағы ана дәлелдердің барлығы әрине ешқандай да жұмыс істемейтін дәлелдер. Оған қарсы әдетте жаңа нені айтады? Бешбармақ деген ол мағынасы да жоқ сөз. Ол жерде бармақ деген сөз қазақта біреу бәшбай дегенді білдіреді деп жақында жаңалық шығарып жүр. Жоқ, ол ешқандай мүлде бірде-бір қазақ мәтінінде ол аяқтың жаңағы нелерін білдірмейді. Ешқалай білдіру мүмкін емес. Олай не істеу жаңа деңгей. Ол жаңағы бас бармақты білдіреді деп айтады. Бірақ мысалы қазақ әдеби тілі сөздігінің өзін қарасақ, жай ғана ол ешқандай көне сөздік емес, этимология сөздік емес. Соның өзін қараған кезде бізде екі мән жазылып тұр, кәдімгі тіркеліп тұр. Біріншісі, бас бармақтың басқаша атауы дейді, бармағын тістеу болсын, тексеріп көруге болады. Қазір тексеріп көрейікші. Сен айта берсең болады. Екіншісі, ол саусақ мәні. Ол да жазылып тұр. Яғни жаңағы бармақтары деген мысалдары да бар. Яғни бірнеше бармақ дегенді білдіретін. Бірнеше бармақ менің ойымша бірнеше битіп тұрған бармақ емес шығар. Самсап. Екі қолымен тамсап жасаған. Мінекеңіз. Бармақ деймінді. Бармақ. 5 саусақтың өзге төртеуіне қарама-қарсы тұратын әлдісі бас бармақ дейді. Болды ма? Упс деп, бірақ мәні көрсетілген, бірақ менде қазақ әдеби тілінің сөздігі бар. Бұл ықшамдау қайткен күнде. Өйткені бұл жерде 50 мыңға жуық сөз тіркелген. Бұдан үлкенірегі бар, соның ішінде барлығы тіркелген және әдебиеттегі мысалдармен бірге тіркелген. Сөздік қор сайтынан тексеруге болады. Күшті бот. Телеграмда. Телеграмдағы боты әсіресе ыңғайлы. Бір сөзді жазасың, барлықтарына кеңес, кім қарап отырған. Жазасың, саған 10 түрлі дерек сілтемесімен келтіріп береді. Оның ішінде қазақ әдеби тілінің сөздігі ең есі дұрыс дерек көз әрине. Ең мәртебесі жоғары. Ең мәртебесі жоғары, Сол, яғни ол жерде ешқандай жаңағы бармақ сөзінің мағынасы және қасымыздағы бүкіл туыс тілдерде бармақ ол қайткен күнде саусақты білдіреді. Қарақалпақта, татарда. Яғни ол да бір біздің тарихымызға сілтеп тұр ғой. Яғни белгілі бір кезеңде қазақта да ол сөз менің ойымша саусақты білдірген болса керек. Яғни ол
мен бешбармақты өзім кірме сөз деп санаймын, бірақ ана дәлел яғни бәрібір жұмыс істемейді деген. Яғни ол өзіміздің төл сөзіміз болғанда да. Бірақ мен жаңағы әдебиетті зерттей келе, бұл сөздің қолданысын зерттей келе бір қызық үрдісті байқадым. Түсінгенімше бұл сөз баяғыдан бері қазақ арасында бар, кемі 18 ғасырдың бастапқы кездерінен бері, батыстың қазақтарында кемінде бар, солардың қолданысында. Бірақ түсінгенімше орыстың шовинизмі бұл жерде шынымен ықпал еткен, бірақ басқа жағынан. Олар бұны бізді мазақ қылып бізге сіңіріп кеткен жоқ ешқандай да. Олар оны, ол қазақтың, киргиз, қазақтардың несі болғандықтан, тағамы болғандықтан, киргизское блюдо деп дальдың сөздігінде жазылған. Қазір бір түрлі естіледі, киргиз. Киргизское, башкирское слово деп жазып қойған дальдың сөздігінде. Ол бірінші мағынасы дальдың сөздігінде. Екінші мағынасы дәл сол сөздіктің ішінде. Тяп-ляп, яғни қалай болса солай жасала салған тағам. Және мысалдар да келтірілген сол жерде. Что это за бешбармак деген сияқты. Яғни оларға бәлкім мына фоносемантикасы қызық болып көрінді ме екен, орыстарға бешбармак деген бәлкім бір көтерма сияқты, білмейміз. Қалай? Көтерма. Сондай бір сөз сияқты. Ол негізі көтерме ғой. Шлак бірдеме деп естілген шығар бәлкім. Содан олар оны бір күлкі сөзге айналдырған, түсінгенімше. 20 ғасырдың ортасында өмір өзен беді, сондай бір атауы бар, Мұхтар Әуезовтің шығармасы бар. Соның ішінде сол бешбармақ сөзінің менің ойымша тарихы, тағдыры айқын көрсетілген. Ішінде кейіпкер кәдімгі диалог орнайды. Қазақ кейіпкер мен орыс кейіпкердің арасында. Қазақ орысқа ренішін айтады. Сендер неге біреу бір былығы шығып атқан кезде, бірдемені былықтырған кезде неге бешбармашничает деп айтасыңдар дейді. Яғни кәдімгідей ренішін білдіріп тұр. Сендер неге пловничает, шашлычничает деп айтпайсыңдар. Ол біздің ұлттық тағамымыз, сендер неге оны қорлайсыңдар дейді. Неге оны жаман мағынада жұмсап тұрсыңдар дейді. Анау түсінгендей болады мысалы. Ол менің ойымша таза дәлел, яғни орыстың арасында демек бешбармақ сөзі негатив мәнде жұмсалған болса керек. Өйткені ол қайдағы жоқ бір әлгі қазақтардың түсініксіз бір тағамы деген сияқты. Және атауы да күлкілі екен деген сияқты. Менің ойымша бір мотивация болған оның артында. Солай топшылауға болады. Және оған кері реакция ретінде қазақтардың арасында сол сөзге деген бір агрессия туындады, менің ойымша. Яғни ол біздің сөз емес, жоқ, бізде ондай сөз жоқ, бізде ондай атау жоқ деген сияқты. Ол басқалар сіңіріп кетті. Аналар қырғыздікі, башқұрттікі, татардікі, орыстікі деген сияқты бір орысша айтқанда отторжение, қазақша айтқан кезде бір қабылдамау дейсің ба, яғни. Ол да комплекс, Менің ойымша ол да комплекс. Сен өзі жеке қалай атайсың? Мен бешбармақ дей беремін үйде. Және оған да қатысты мысалдар өте көп. Адамдар жаңа айтып отыр, біздің әжелеріміз ешқайсымыз бешбармақ деп айтпайды ғой, байқадыңдар ма деп қояды. Жоқ, ол да өтірік қой, кәдімгідей таза қып-қызыл өтірік қой. Бешбармақ деп сөйлейтін әжелер, аталар жетеді. Мен талайын көргем, өзімнің ата-әжем. Менің ата-әжем, онда біреу оларды не қылып шығаратын шығар, қазір қазақ емес, немесе ұлтты сатып кеткен бірдеме деп шығаратын шығар, онда олар бешбармақ деген сөзді қолданатын болса. Бірақ менің кәдімгідей таза бір мысалым бар кәдімгідей. Менің ата-әжем мысалы батыстан десек, окей, бәлкім біреу батыстың ғана сөзі деп шығарар оны қазір. Мысалы менде кері мысал бар. Айдар Тұрғанбектің контентін қарап отырдым. Жай қарап отырдым, ешқандай не жоқ, фанаттығым жоқ. Рилздерін көріп отырдым. Фангерлит болып отырдым, Сосын рилздерін көріп отырған кезде бір анасының қасында, анасы енді біразға келген кәдімгідей апамыз, әжей іңкәл жайып жатыр. Жайманы. Қамырды илеп жатыр. Еттің нанын жайманы илеп жатыр. Нанғұлақты не істеп жатыр, соны мысалы сөйтіп тұрған кезде бұл анасының қасына келіп, кәдімгі жаңа еркін түсіріліп жатырған видео, жай анасының қасында қуып жүр, сөйтіп сондай бір түсірілген, қуып жүрген жоқ, енді еркінсіп, яғни анасына еркелеп жүрген сүйкімді бір видео, шынымды айтайын. Сол видеода яғни анасына келеді, сұрайды, анашым не пісіріп жатсыз дейді. Анасы айтады, бешбармақ дейді. Үлкен кәдімгідей әжей. Ел анасы дейсің бе, кәдімгі сондай кісі, сыйлы, кәдімгі басында жаңағы кимешегі ма, жаулығы бар, бешбармақ деп айтып тұр. Сосын жаңағы Айдар мырза әнші айтады, білесіз бе, бешбармақ деп айтуға болмайды екен ол қазір, жаңағы дұрысы бешбармақ деген ол басқа тілге кетіп қалады екен. Қазір қазақша не дейді, сол бір варианттардың атты біреуін айтады. Ет қой сол. Ет дей ма, бірдеме дейді. Біреулер ет асу деп айтады екен. Сонда анасы тұрады да, білмеймін, біздегі бешбармақ қой дейді.
сосын тағы бір жерінде иә бешбармақ қой деп тағы айтады. Чил әже ма? Чил әже, иә, шынымен. Оған бәрібір ана баласы, яғни өмір бақи 70 жасқа 80 жасқа жеткен енді әже шығар, өмір бақи ол кісі бешбармақ пісіріп келе жатыр деймін да, өзі біледі ғой, нан жаңағы не айтушы еді құрсын, ет асып келе жатыр 70 жыл бойы 80 жыл бойы. Оған 40 жасар баласы келіп ақыл үйретіп кетеді. Анашым, сіз білесіз бе, бешбармақ деген қате сөз, сіз қате сөйлейсіз, дұрысы ет асу болады, ет болады деген сияқты. Мен сол кезде кәдімгідей бір жағынан маған енді кері дәлел табылды, жаңағы маған, яғни мен үшін пайдалы дәлел табылды, жаңағы бешбармақ сөзіне деген наразылыққа кері дәлел. Екінші жағынан кішкене біртүрлі оқып қалдым мен. Сен қалай анаңның сөзін сөйтіп түзеп тұрасың, анаңның саласына қатысты сөзді, яғни менің ойымша енді оның үйінде қайткен күнде анасы тамақ пісірген шығар. Сонда мен мысалы біртүрлі оқып қалдым, яғни ата-әжелеріміз бешбармақ деген сөзді айтатынның дәлелі жетеді, бірақ кейбір адамдар оны мойындағысы келмейді. Соңғы 10 жылда тараған сөз деген фейкті естідім, ата-әжелеріміз ешқашан айтпайды деген сөзді естідім, әдебиетімізде, жазба әдебиетте кездеспейді деген фейкті естідім. Жалпы фейк, бір фейктен екінші фейк өрби береді осы сөздің төңірегінде. Қалай болса да, ол жай ғой, тағам ғой. Бір жағынан. Ол тағамның атауы. Қалай болса, мысалы, қазір аччук деген сөз бар. Палауға арналған салат. Негізі, ащы салат. Біз аччук дей береміз ғой, мысалы, мен бір немерем, шөберем болса, мынау аччук емес, бұны қызынақ пен пияз деп айтуға болады, қойшы бауырым. Точнее, бауырым емес, балам. Вот, қазір мен баламы, екінші жағынан комплекс туралы, мысалы, Бишімбаев процесс кезінде Ресейден көп адам көрді ғой. Сол Бишімбаевты бич деген, бишпаке деген бір жағынан бір видео қарасам, бешбармақ дейді оған. Я такой, в смысле бешбармақ? Ол уже бір не пиғылы бар, бір такой бір обидный мағынасы бар. Именно қазақпен байланысты. Меніңше ол кәдімгідей жаңағы не ғой, бордерлайн рейсизм кәдімгідей, бордерлайн емес шығар, меніңше таза расизмнің бір түрі. Дереккөз қазақ әдебиетінің сөздігі дейді. Бешбармақ етке қамыр салып жасалатын қазақтың ұлттық ыстық тағамы өзге ұлт өкілдерінің атауы дейді. Социализм күшейген сайын ауқатты тұрмыс аяқ бас бізде ет көбейген болса, өзім өлгенше бешбармақты жемей отыра алмаспын дейді. Жайын ауыз дейді. Ілияс Жансүгіровтің әңгімесінен дейді. Бешбармақтың қамыры бізде мысалы жайма дейді. Сіз іңкәл деп айттыңыз бе? Оралда. Не сияқты хинкал, Дағыстанның хинкал байланысы бар, иә? Хинкали бір гүржі, ал хинкал да бар. Хинкал, бәрі бір сөз деп ойлаймын. Бір түбір. Және еттің наны. Еттің наны енді оның өзі сол меңзеп тұр деп ойлаймын. Осы атаулардың әртүрлі бола беретіндігіне қашанда. Ол жерде бір ретке келтіру. Менің ойымша қазақ тілінде бәлкім оның барлығы ретке келмегендігінің бүгінге шейін бір жүйеге келтірілмегендігінің себебі ол бәлкім дәмхана бизнесінің, мейрамхана бизнесінің енді қолға алынып келе жатқаны. Яғни дәмхана тағамы ретінде қазақ тағамдары енді көптеп ұсыныла бастаған сияқты түсінгенімше. Бұған дейін палау, малау деген болды. Армысыздар, құрметті ағайындар. Сіздердің назарларыңызға бас тағамның атауын дәйектеу жөнінде үндеу жариялағалы отырмын. Бешбармақты егер қозғамасақ не болады? Сол күйінде қалдырсақ не болады? Мынадай ақпараттарды назарыңызға ұсынамын. Бірінші, 2000 жылы Астана қалалық әкімдігіне қарасты тіл бөлімін басқарған айтыскер ақын Қонысбай Әбіл мейрамханасын бешбармақ атауға талпынған кәсіпкерді тоқтатып, сотта жауапқа тартқан еді. Бұл өгей сөз ономастиканың урбониум саласына солай еніп кете жаздады, бірақ қазақ мейрамханаларында бұл атау гастроним ретінде, яғни тағамның атауы есебінде амалсыз қабылданып отыр, өйткені басқа атау жоқ. Екінші, сол сотқа қатысып сарапшы ретінде сөйлеген белгілі жазушы этнограф Ақселеу Сейдімбек былай деген: бешбармақ қазақты қорлап кемсітіп айтылған сөз. Бұл калбит деген сөздің екінші баламасы. Орыс отаршылары бізді мәдениетсіз, қалай тамақ жеуді білмейді, көрсоқыр, надан деп етті осылай қолмен жегеніміз үшін келекелеп атаған. Бешбармақ деген сөзден құтылу керек. Бешбармақ деу ұлттық тағамды қорлау. Бұл сөз бізді отарлаған кезде генерал-губернаторлар мен олардың жандайшаптары ойлап тапқан.
қолмен жегенді казахи бешбармачничают деп мазақтаған. Бұларға өзімізден алып қосарымыз мынау: қазақ халқын кемсіту, рухани отарлау, оның тарихы мен тіпті атын жою мақсатында бізді киргиз кайсак деп атамады ма? Міне, бешбармақ та осы әрекеттің жалғасы. Бұл сөзді қабылдау арқылы біз өзімізді қайтадан киргиз кайсак атауға көнумен бірдей боламыз. Бешбармақты қозғамасақ не болады? Кейбір ғалымдар ЮНЕСКО-ның тізбесіне бас тағамды осы мазақ сөзбен енгізуді идея етіп жүр. Ал бір айтулы тарихшымыз былай дейді: бесбармақ емес, бесбашбай деп атаса да келіп кетер не бар? Солай да солай, біздің мәдениет сонысымен бірегей. Онда намыстанатын, арланатын ештеңе жоқ. Керісінше қазақты даралайтын, айғақтайтын одағай атау деп қырсығады. Тағы бір нәрсе: орыстың, Европаның зерттеушілері жазып қалдырған тарихи жазбаларды малданып, соны аргумент тұтып, дәйек қылып, бешбармақты қазақтың сөзі ретінде мойындайық дейді кейбір жас ғалымдар. Ал енді кейбір жазушыларымыз бешбармақты бесбармақ етіп шығармаларына қосып алған. Соны лингвист ғалымдарымыз қазақ тілінің әдеби сөздігіне бесбармақ түріндегі сөз тіркесін енгізіп те жіберді. Ал енді мәселе намыстануда емес, мәдениетімізді, құндылығымызды, төл тумалығымызды аяқ асты етпеуде, қорғауда, әлемдік мәдениетке өзіміздің кем емес мәдениетімізді, өркениетімізді паш етуде болып тұр. Бешбармақ қайдан шықты? Бешбармақ сөзі қазақта жоқ. Патшалық Ресей идеологиясына орайы келген жасанды сөз тіркесі бешбармақ. Бұны патша тілмаштары арқылы идеологтары іске асырды, жария етті, жазбаларда қалдырды. Ұлы даланың бас тағамын бешбармақ атаған ресейлік европалық зерттеушілер бұны қасақана түрде қазақтың намысына мән берместен айналымға енгізді. Ресей империясының мемлекет қайраткері, сенатор, тарихшы, жазушы әрі этнограф Алексей Ираклович Левшин өз жинағында былай жазды: известнейшее киргизское, то есть казахское кушанье, называемое бешбармак, приготовляется из мяса, мелко искрошенного и смешанного с кусочками сала. Биш значит 5, а бармак – палец. Название очень хорошо выражающий предмет, ибо бешбармак не едят иначе, как 5 пальцами деп мүлдем басқа тағам жайлы жазып отыр. Және жан-жақты сипаттау жоқ, жүрдім бардым ғана. Қазақ ешқашан етті турап алып пісірмейді. Әуелі мүше-мүшесімен пісіріп алып, табаққа, астауға салынған етті дастархан басында турайды. Болмаса турап әкеледі. Көрдіңіз бе, қалай бұрмалаған? Ал енді поляк зерттеушісі Иван Лепехин былай жазды: бешбармак – самая лучшая башкирская пища. Происходит от слова биш – 5 и бармак – палец, и состоит в мелко изрубленных кусках лошадиного, коровьего или овечьего мяса и салмы. Салма делается из крутого теста пшеничной, ячменной или полбенной муки, которые, разделяя на куски, величиною с медной печь, варят в одном котле с мясом, так как у нас клюцкий. Бұл енді мүлдем басқа тағамның сипаттамасы. Қазақ пен башқұрттың бас тағамына ешбір қатысы жоқ. Яғни бұл Лепехин кәдімгі лапшаны, кеспені айтып отыр. Оны әуелі оған салынатын жаңағы ет пен майды турап алады да, содан кейін оған су құйып қайнатып, үстіне жаңағы 5 тиындық қамырды салып, соны пісіреді. Бұл ешқандай біздің бас тағамға жатпайды. Көрдіңіз бе? Осыны бешбармақ деп атап отыр. Бәлкім бешбармақ деген сөз осы башқұрт ағайындардың осындай лапшасынан, осындай көжесінен пайда болған болуы мүмкін. Сөйтіп оны біздің де тағамға теліп жіберген. Демек, Левшин секілді авторитеттер талай этнографиялық материалды үстірт тізіп алған және бірінен бірі көшіре салған, сипаттай салған. Міне, Левшин мен Лепехиннің хикаясы осы. Мясо по-казахски. Сібірден бастап Үнді мұхитына дейінгі аралықтағы барлық халықтар қою тағамды қолмен жейтіні мәлім. Совет дәуірінде қазақтың зиялы қауымы бұған тыйым салып,
бас тағамды қазақы ет түрінде мойындатты. Яғни орысша оны мясо по-казахски деді. Бірақ бұл тағам атауы ретінде сіңбеді, себебі бар болғаны қамыр ауқат, ет тамақ секілді сөз тіркесі, болмаса інкәл деп қазақшаланған грузин хинкалінің көлеңкесі болатын. Сондықтан бұл да бас тағамның атауы болып жарытпады. Енді төмендегі суретті қарасаңыз, міне өзбектің, тәжіктің палауы қолмен желініп жатыр. Мынау грузиндер өзінің хинкалін қолмен асап жатыр. Мынау оң жақтағы үнділер, Үндістанның халқы, бұлар да өздерінше палау істейді. Міне оған үлкен-үлкен қылып тауықтың, қаздың сандарын қосып пісірген, оны да қолмен асап жатыр. Ас дегеніміз құрбандыққа сойылып, мүшесімен тартылатын ет тағамы. Бас тағам осылайша өңделместен, туралмастан етті мүше сүйегімен бірге тарту салты бізде орныққан. Бертінде отырықшыл дәстүрдің сыналауымен өзгере қалыптасып, нан садақа ретінде сорпаға пісірілетін қамырды қосып, оған дәмдеуіштер араластыру арқылы және отырықшы дастархан мәдениеті кіріккендіктен тарихи тағам мүлде басқа кейіпке түсті, өзіне тән бірегей атауы бірақ қалыптаспай қалды. Енді ас сөзіне байланысты кейбір менің інілерім бұлай дейді. Ас дегенді қазір картопқа да ас дейміз, бермешелге де ас дейміз, көжеге де ас дейміз дейді. Ол дұрыс. Қазір тамақтың жалпылама атауын ас сөзі басып кетті. Бірақ ол соңғы бір ғасырдағы шаруа ғана. Ал оған дейінгі көшпелі қазақтың сөздік қорында ас дегеніміз кәдімгі құрмалдық малдың немесе малды сойғандағы мүшесімен сойылған етті атаған. Міне мынау сурет сол ас дәстүріне хабар беретін сурет. Астың туралған дәмдеуіштер қосылған асамыққа айналу дәуірі 18 ғасырда орын алды. Бұл кезде көшпелі қазақ халқы отырықшы патшалы Ресеймен тұрақты байланыс бастады және көшпелі елдің құндылықтарына европалықтардың назары түсті. Дәл осы дәуірде бешбармақ деген жасанды атау орын алды. Түріктердің бас тағамы негізінен турама, торама, салма, ет ауқат секілді ауызекі түрде аталғанымен, олар тағам атауы ретінде баспай қалды. 18-19 ғасырларда тілмаштар тарапынан шетелдіктер мен патшалық Ресейдің шенділеріне бұл тағам тілмаштардың аузымен бешбармақ сөзімен таратылды. Алайда бұл көшпелі халық төменсіту, кемсіту, мәдениетсіздікті бетке басу секілді ишара сөз болатын. Қазақ ешқашан осыншалықты қарабайыр, примитив сөз жасамайды және онымен өзінің бас тағамын атамаған. Енді қандай шешім? Қазақтың бас тағамының қалыптасу жолында гастроним ретінде тарихи лексикалық қорда кездесетін ас сөзі бар екенін және бешбармақ сөзінің тілдік қордан тыс сыртқы ортаның таңуынан пайда болған жасанды сөз екенін ескере отырып, жаңа дәуірде қалыптасып заманауи тұрғыда мазмұны мен түрі өзгерген бас тағамға лайық атауды неологизм түрінде сіңіру барынша тиімді деген қорытындыға келдік. Неологизм деген жаңа сөз дегенді білдіреді. Жан-жақты талдай келе, бір топ лингвистер мен тілтанушылар, гуманитарлық ғылым саласының өкілдері бас тағамға арнайы түрде неологизм ойластырған абзал деп шешті. Ол сөз асамық. Түбірі ас сөзі, одан кейінгі туынды түбірлер аса, асам сөздері тағамның сипатын аша түседі. Мық жаңа сөз туындатушы жұрнақ, бұламық, қарамық, қызамық, жылымық секілді сөздерден белгілі. Ас сөзі о баста көкке бағышталған құрбандық мал етінің атауы болатын. Ал енді осы ас сөзінің түбірінен 30-ға жуық сөздер туындаған. Солардың кейбірін атап өтейік. Ас, бірінші мағынасы, мәртебелі марқұмға берілетін кең ауқымды этнографиялық той садақа. Екінші, дастархандағы басты да маңызды тамақ, қорек, ауқат. Үшінші, етістік, яғни тамақ, ет пісір деген сөз. Аса сөзі, бірінші мағынасы ең, өте дегенді білдіреді. Аса мықты жігіт дегенде аса деген сөз бар. Екінші мағынасы асап же дегенді білдіреді.
Асау сөзі тамақты асап жеу, ауызды толтыра жеу. Асаба сөзі ас беру шарасында тамақты тарту жұмысын басқарушы кісі. Қазіргідей той басқарушы емес. Асадал тамақ пен ыдыс-аяқ сақталатын кебеже. Асам ет, алақан толы ет, яғни бұл өлшем. Асату қазақ дәстүрі мен мәртебелі кісінің алақанға ет толтыра жастарға, өзінен кейінгі азаматтарға, адамдарға асатуы. Астабақ ет салынатын арнайы ағаш табақ. Астау астағамы салынатын сопақ ағаш ыдыс. Асым ет 3-4 адамға арналған бір табақ еттің көлемі, бұл да өлшем. Ас беру қадірлі адам қайтқаннан кейінгі бірнеше жылдан соң берілетін той. Қазір ас беру деп 1 жылда садақанды айта береді, 40 күндігінде айта береді, 100 күндігінде айта береді. Шын мәнінде ас деп 3 жылдан кейін қайтыс болған адамның құрметіне берілетін той салтанат. Ол ешқандай аза тұту емес. Ас қайыру тамақтан соң қол жайып берілетін бата, алғыс. Міне, егерде біз бешбармаққа көшетін болсақ, мынау қаптаған сөздік қорымыздан ажыраймыз, бұның мағыналарын ұмытамыз. Ал ең бастысы, ас деген біздің қасиетті тағамымыздың да атауы бірге ұмытылады. Алайда бүгінде асамық тек қана еттен ғана емес, сонымен бірге құс еті мен балықтан да, тіпті көкөніс пен басқа тамақ араласқан вегетариан нұсқасы да асылатыны құпия емес. Яғни, егерде бешбармақ атамай оны ет асу, ет тамақ дейтін болсақ, онда бұл тағамның атауы шектеледі. Қазір тауықтан да, түйеқұстың да етінен, балықтан да, сазаннан да асамық асыла береді. Сол себепті асамық сөзі бұған да лайық, тіпті беш деген жаргонды оның түбірі болып тұрған ас сөзі де ығыстырады. Асамық. Бас тағамға неологизм қарастыруда біз төмендегі критерийлерді ескердік. Бірінші, қазақ тілінің сөз жасам қабілетіне сәйкес болуы. Яғни асамық сөзі қазақ тілінің сөз жасау дағдысына, қабілетіне сәйкес. Оны біз келтірдік. Екінші, бас тағамның бастапқы сипатын білдіретін ас сөзінің түбірге қатысуы. Яғни түбірі міндетті түрде ас сөзінен басталу керек бұл тағамның аты. Әйтпесе болмайды. Сонымен қатар, келесі шарт, тағамның ерекшелігін ашатын мазмұн болуы керек. Яғни асап жеу. Айтылуы жеңіл әрі қабылдауға сіңімді болуы. Басқа қосалқы ұғыммен қабаттаспайтын, семантикалық жағынан айқын болуы шарт. Енді соңғы шарт, өзге тілге көшкенде транскрипциясы мейлінше жеңіл әрі бұзылмайтын нұсқа болуы керек. Асамық, орысша асамық, ағылшынша басқа тілдерде асамық түрінде айтылып жазыла береді. Әрине, жаңа сөзді сіңіруге белгілі бір мерзім керек, бірақ ол насихаттың шаруасы. Егерде әркім осыны іштей бірнеше рет қайталаса, бұл сөз сіңімді, кәдімгідей жатырқауға болмайтын, күнделікті айтылып жүрген сөзге айналады. Содан кейін біз, қазақ тілді азаматтар, әуелі өзіміз бастауымыз керек, өзіміз мойындауымыз керек. Содан кейін бешбармақ сөзін тыққыштап енгізіп жіберген орыс тілді адамдардың алдында біз бұл сөздің қадір қасиетін дәлелдей аламыз, тарата аламыз. Құрметті ағайын, бешбармақтың орыс тілді қауым арқылы тарала бастағанына соңғы 20 жыл ғана, асамық бас тағамды қорлайтын бешбармақты ығыстыруға жарайтын тіліміздің сөз жасам қабілетіне бағынған жаңа сөз. Енді сіз тұтынушы әрі құндылығымызды дәріптеуші ретінде осы сөзді тарата отырып, келесі сатыда біз бәріміз аспаздар мен рестораторларды мойындатуымыз керек. Одан әрі жалпы адамзаттық гастроном ретінде өзінен өзі қалыптасады, мойындалады. Құрметті ағайын, осы видеоның астында Facebook әлеуметтік желісінде ашылған топтың сілтемесі бар. Міне сол сілтеме арқылы сіз өз дауысыңызды осы асамық сөзіне бере аласыз. Біз кемінде 1000 адамның дауысын жинап алуымыз керек. Рахмет, іске сәт ағайын.